Біз үйренетін ғана емес, үйрететін ұлт болуымыз керек. Тұтынатын емес, өндіретін мемлекет болуымыз қажет. Мен бұл туралы үнемі айтып жүрмін. Қазақстанда жасалған деген таңба ең мықты сапаның, ең жақсы өнімінің белгісіне айналуға тиіс. Алтын сапа байқауының басты мақсаты осы. Сонымен бірге бизнес өкілдері халық алдындағы жауапкершілікті терең сезіну керек. Адал азамат өз жағдайын ғана жасамайды. Ол туған ауылының немесе өз жұмыс істеп жатқан аймақтың қамында ойлайды. Мұндай кәсіпкерлер көпшіліктің қолдауына және алғысына ие болады. Шын мәнінде туған елдің ықыласынан артық марапат жоқ. Парыз байқауына қатысушылар биыл түрлі әлеуметтік жобаға белсене атсалысты. Қайырымдылыққа 80 миллиард теңгеге жоқ қаржы жұмсады. 6 мыңнан астам жаңа жұмыс орны ашты. Табысын елмен бөліскен осындай азаматтар жоғары құрметке лайық. Мен алтын сапа және парыз байқауына қатысқан кәсіпкерлерге ризашылығымды білдіремін.